Сәлем, Айсұлу, қалайсың? Керемет, өзің қалайсың? Жақсы, менің бойым өсті, енді мен сенен ұзынмын. Қара, хоп! Жоқ, мен сенен ұзынмын. Бұл кім? Дауласпаңдар, достарым. Менің атым Сызғыш. Қазір мен сендерді өлшеймін. Оп, қанеки. Айсұлу Амирден 5 сантиметрге ұзын. Алақай, мен ұзынмын. Ал мен болсам ауырмын. Жоқ, егер менің бойым ұзын болса, онда мен сенен ауырмын. Ал сен бізді өлшей аласың ба? Жоқ, балалар, сендерге таразы көмектесе алады. Оппа! Бәріне сәлем. Мен таразымын. Қазір мен сендерді өлшеймін. Отырыңдар. Оп. Амир Айсұлудан 3 келіге ауыр. Айттым ғой, мен сенен ауырмын деп. Бөтелкеде қанша су бар екен? Мен білмеймін, түтікшеден сұрайық. Хей! Менің атым Түтікше. Мен сендерге көмектесемін, достар. Амир, суды мұнда құй. Мінекей, мұнда тура 1 литр. Керемет! Ал сағат неше болды екен? Бұл сұраққа бізге сағат жауап береді. Сағат тура 10 болды. Егер уақыт 10 болса, маған үйге бару керек. Себебі дала салқындап кетті. Ал маған ыстық сияқты. Температураны термометр өлшейді, далада 20 градус жылы. Керемет! Достар, ал сендер кім боласыңдар? Біз үлкен бір жанұя. Атымыз біздің метрология. Балалар, сендер ежелгі уақытта заттардың ұзындығын қалай анықтағанын білесіңдер ме? Қазір көрсетейін. Ежелдер ұзындықты дене мүшелерінің ұзындығымен өлшеген. Қолдың, шынтақ, аяқ және қадам ұзындығымен. Заттардың салмағын салыстыруға тұқымдар, дәндер және тастар қолданылған. Судың көлемі бөшкелермен, шелектермен және кеселермен өлшеген. Уақытты күннің шығу және күннің батуымен, сондай-ақ айдың толуымен санаған. Әртүрлі адамдардың қол-аяқтарының ұзындықтары әртүрлі болғандықтан, нақты өлшем жасауға мүмкіндік болмады. Массаны өлшеудің алғашқы біртұтас жүйесі Францияда ұсынылды. Ал басқа елдер бұл шешімді қолдады. Содан бері бүкіл әлемде масса бірліктері бірдей. Бұл дегеніміз стандарттау. Мысалы, Америкада жасалған су бөтелкесінің қақпағы Қазақстанда жасалған су бөтелкесін жабуға келеді. Бүкіл әлемдік стандарттаудың мәні және пайдасы осында жатыр, достар. Қандай керемет! Мен метрология өте маңызды және қызықты ғылым екенін түсіндім. Ал менің түсінгенім, стандарттаудың арқасында бүкіл әлемде дау болмайды. Килограмм мен там-тарам-тарам тіпті грамм. Мен сызғышпын сантиметр, мен сызғышпын дециметр, мен сызғышпын миллиметр санаған. Мен сағатпын тик-тарак-тарак, мен секундпын так-тарак-тарак, мен минутпын так-тарак-тарак, бір сағат. Ауа райын білгің келсе, жолды мен өлшеймін, қандай киім керектігін айтамын. Өлшейтін дәрін санайтын, барлық ел бізді қолдайтын, өте маңызды ғылым боламыз біз.